Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде бүгін 3 қаңтар, аптаның сәрсенбі күні. Қыстың соңғы мезгілі. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Әлібек, жылы кейін ауырып қаласың. Әлібек, одевайся теплее, заболеешь. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты киім атауларын ауызша және жазбаша айтып үйрену. Мәтінді түсініп оқу, сұрақтарға жауап беруге үйрену. Жаңа сөздер. Жаңа сөздерді тыңда, қайтала, оқы және сөздік дәптеріне жаз. Мойын орағыш, шарф. Байла, завяжи. Байламаймын, не завяжу. Ауырып қаласың, заболеешь. Тон, шуба. Тағы бір рет қайталап көрейік. Мойын орағыш. Байла. Байламаймын. Ауырып қаласың. Тон. Бұл сөздерді сөздік дәптеріне жазып, жаттап ал. Келесі. Есте сақтай қайтарып. Запомни. Біз білеміз, қазақ тілінде тәуелдік жалғау және жіктік жалғау болады. Тәуелдік жалғау дегеніміз это притяжательное окончание. Мысалы, біз бүгін мойын орағыш деген сөзді тәуелдейміз. Менің мойын орағышым. Көріп тұрғаныңыздай, мойын орағыш сөзі жуан. Жуанатын қосымшада жуан. Мойын орағыш твердое, поэтому добавляем в первом лице окончание «ым». Мой шарф. Сенің мойын орағышың. Твой шарф. Сіздің мойын орағышыңыз. Ваш шарф. Оның мойын орағышы. Его или ее шарф. Бұл тәуелдік жалғау. Сонымен қатар қазақ тілінде жіктік жалғау бар. Жіктік жалғау дегеніміз личное окончание. Егер де біз тәуелдік жалғауда деген форманы қолдасақ, жалғауда мен мойын орағыш байлаймын. Я завяжу шарф. Сен мойын орағыш байлайсың. Ты завяжешь шарф. Сіз мойын орағыш байлайсыз. Вы завяжете шарф. Ол мойын орағыш байлайды. Он или она завяжет шарф. Жіктік жалғау тәуелдік жалғауға ұқсайды. Егер де сөз жуан болса, жалғанатын қосымша да жуан болуы керек. Егер де сөз жіңішке болса, жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Личное окончание, как и в притяжательных окончаниях, если слово твердое, добавляется окончание твердое. Если слово мягкое, добавляется мягкие окончания. Слово байлау завязывать твердое, поэтому мы добавляем в первом лице окончание мн. Если бы слово было мягкое, то мы добавляли бы окончание мн. Келесі. Енді сұраққа жауап беруге тырысайық. Сен мойын орағыш байлайсың ба? Мен мойын орағыш байлаймын. Тағы бір рет сұрақты қайталап көрейік. Егер де біз сұрақ қойғымыз келсе, екінші жақта сен формасын қолданамыз. Сен мойын орағыш байлайсың ба? Бірінші жақта жауап береміз. Отвечаем от первого лица. Мен мойын орағыш байлаймын. Енді келесі. Мысалы, байлау деген сөз завяжу деп аударылады. Енді тұйық етістіктен у жұрнағын алып тастау керек. У жұрнағы дегеніміз не? В казахском языке есть неопределенная форма глагола, которая образуется при помощи суффикса у. Если букву у убрать, получится байла.
Завяжи. Алибек, мойын орағыш, байла. Мы заставляем одеться Алибека. Келесі. Тыңда, қайтала, оқы. Суретке назар аударыңыздар. Суретте кім бар? Суретте ана және әсет бар. Енді ана мен әсеттің арасындағы диалогты оқып көрейік. Давайте прочитаем диалог между мамой и Әсетом. Әсет, күн суық. Бас қаласың. Жарайды, анашым. Байлаймын. Келесі тапсырма. Диалогты оқы, сұрақтарға жауап бер. Жауаптар жазбаша орындалады. Прочитайте диалог и ответьте на вопросы письменно. За 3 правильных ответа 3 балла. Вопросы мы не пишем, пишем только ответ. Енді диалогқа назар аударыңыздар. Диалог Анна және Анельдің арасында өтеді. Анна. Анель, сен далаға шығасың ба? Анель. Я, шығамын. Сен шығасың ба? Анна. Я, мен далаға шығамын. Күн суық. Сен не киесің? Анель. Мен бас кием, күртеше, шалбар, бәтеңке киемін. Сен не киесің? Мен бас кием, шалбар, пәлте, етік киемін. Анель, мойын орағыш байлайсың ба? Я, мойын орағыш байлаймын. Енді екінші тапсырмадағы сұрақтарға жауап берейік. Бұл сұрақтарға жазбаша жауап қайтару керек. На второе задание нужно сделать письменно в тетради. Вопросы мы не пишем, пишем только правильный ответ. Анна не киеді. Что оденет Анна? Екінші сұрақ. Анель не киеді? Что оденет Анель? Үшінші сұрақ. Кім мойын орағыш байлайды? Кто же завяжет шарфик? Тағы бір рет қайталаймын. Бұл тапсырма жазбаша орындалады. Келесі. Сіздердің алдарыңызда оқушылар бар. Бұл оқушылардың астында сіздер бар. Бірақ дұрыс емес. Сендер дәптерге бұл дұрыс. Обратите внимание, перед вами есть картинки. Под картинками есть текст. Но текст порядок неправильный. Запишите тетрадь по порядку, что должно быть первым. Мысалы. Саша аяғына не киеді? Анель не киеді? Анель не байлайды? Бұл сөздердің ретін дұрыс жазу керек. Нужно правильно поставить порядок предложений и записать в тетрадь. За это задание дается 6 баллов. Келесі. Үй жұмысы. Сіздердің үй жұмыстарыңыз жаңа сөздерді жаттау, выучить новые слова. Үшінші тапсырма 25-ші бет. Алдарыңызда бұл тапсырма. Үшінші тапсырмада суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып толықтырып жазу керек.